саламатсыздар ма, балалар? Бүгін кезекті 3 сәуір күні дауыс қою пәнінен қашықтықтан оқыту бағдарламасы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабаққа 3 курс студенттері Арыстанбек Алдияр, Ғабдуллина Айсылу, 2 курс студенті Алпысбаев Тұрсынхан, Тілеужан Ақниет қатысып отыр. Және концертмейстер Құрманова Динара апайына. Өткен сабақтарда біз жел үстінде жарғай әнін Абайдың тапсырма берілген болатын сіздерге. Бүгін енді сол әнді сүйемелдеумен айтып көреміз. Сіздер білесіздер, Абайдың бір айрықша көңіл бөлген өлеңдерінің бірі табиғат лирикасы. Енді бүгін міне сіздермен сол жел үстінде жарғай деген әні айтамыз. Олай болса, балалар, осы жел үстінде жарғайды сіздер терең тыныс алып, әрбір буынға бөлген дауысты дыбысты нықтап айтамыз. Жаңағы терең тыныс алып, ауызды жақсылап ашып, Құрманова Динара апайынан сүйемелдеуменен жел үстінде жарғайды ғана қорытындылап сабағымызды айтып көрейік. Ал жақсы, бастаймыз. Сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен көрінді. Тасыған өзен көрінді. Қалың ағаштарға сарылдап өзді-өзі көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасы жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасы жер жүзі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, балалар, келесі сабаққа осы Абайдың жел үстінде жарғайын жатқа айтамыз. Сөзіне көңіл бөлеміз, терең тыныстап, ауыздарыңды ашып айтамыз. Аккомпанементті тыңдайсыздар, бір қолдарымен дирижерлап. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман саулықта болыңыздар. Жақсы, рахмет сіздерге.